Бірінші қаңтардан бастап автокөліктерді техникалық тексерістен өткізу түгелімен жекенің қолына өтті. Мұның себебі белгілі. Әлемдік стандарттарға теңеле бермекпіз. Олардың көздегені міндетті тексерістен өткізу орталықтары техниканың ең соңғы жетілген жабдықтарымен қамтамасыз етілуге тиіс. Көлік министрлігіндегілер бұл шешім күре жолдың бойындағы жол көлік оқиғаларын азайтады деген сенімде. Өйткені көлікті адам емес, техника тексеріп, ақауын жасқанбай атап, бетке басады. Жең ұшынан жалғасу болмайды. Ал ақаусыз техника жүргізушінің бұйрығына бағынып, дегеніне жүрмек. Мақсатта осы жол үстіндегі көліктің ақаусыздығы. Идея авторларының бірі көлік және коммуникация экс-министрі Берік Камалиев көлікті тексерістен өткізуді жекеге беру осы жұмыстың сапасын арттырып, бәсекелестік тудырады деген болатын. Бірақ министрлік бастамасы әр өңірлерде әрқалай жүзеге асуда. Біздің облысымызда бәсекелестік туралы әңгіме қозғауға әлі ертерек сияқты. Бүгінгі таңда осындай бірақ орын қызмет көрсетуде. Ол Көкшетауда орналасқан. Басқа өңірлердің де оза шапқаны жоқ. Оралда біреу, Петропавлда біреу ашылған. Аталмыш орындардың аздығы әлден-ақ аңғарылуда. Күйзелген көлік жүргізушілері ұзақ сонар кезекке тұруда. Өзіңіз ойлап көріңіз. Көкшетаудағы орталық күніне небәрі 30 көлікті тексере алады. Ал жылына 36 мың көлік тексерілуі керек. Кезек бүгінгідей қалыпта болатын болса, бұл асу үшін 3 жылдан астам уақыт керек. Игі бастама қайда апармақ? Тұғырықтың түйіні қашан шешіледі? Келесі бейнебаян осы жайында. Міндетті техникалық тексерістен шығарылғанына 7 жылдан асқан көліктер әр 12 айда, пайдалану жылы 3-7 жыл аралығындағы автокөліктер әр 24 ай сайын, жасы 3 жылдан аспайтын автокөліктер әр 36 айда өтуі тиіс. Автокөліктерді техникалық тексеру кезінде келесідей көрсеткіштеріне назар аударылады. Тежегіш, руль, басқару тетіктері, сыртқы шамдары, дөңгелектері, зиянды заттар құрамы, спидометр мен басқа да жабдықтары, қауіпсіздік белбеуі, дәрі сауыты, өрт сөндіргіші. Көлігіңіз осы талаптарға жауап берсе, құжат қолында дей беріңіз. Егер көлік қандайда бір талапқа жауап бермесе, 10 тәулік ішінде қайта тексеруден өткізуге болады. Ол кезде тек сол қалпына келтірілген олқылықты тексерту үшін ғана ақы төлейсіз. Барлық тексеріс жұмыстары камера бақылауымен және компьютерлік бағдарламаның көмегімен орындалады. Компьютерге тек көлік иесінің жеке бас мәліметтері ғана енгізіледі. Техникалық тексеріс нәтижелеріне адам өзгерту енгізе алмайды. Барлық белгілеу жұмыстары компьютерлік бағдарламамен орындалады. Көліктің қандай талаптан өткен және өтпегендігін бірден экран бетінен көріп отырасыз. Автобустар, таксилер мен жүк көліктері әр 6 айда техникалық тексерістен өтуге міндетті. Бір реттік бақылаудың құны қазір жеңіл көліктер үшін 4, ал жүк көліктер үшін 5 мың. Бұл жүргізушілердің қалтасына салмақ салуда. 4 мың деген қымбаттау болып тұр бізге, зейнеткерлерге. Сонсын жалғыз біреу ғана осы қалада. Машина деген көп. Кеше келіп едім, өтелмедім, машиналар көп тұрды. Бүгін ертерек келдім, өзім қалада тұрам. Соны өзінде менеке 10:30-да өттім. 2 күн уақытыңыз кетті? Иә, 2 күн уақытым кетті. Баяғыда бұрын 1000 теңге төлеп өтіш едік, 1050 ба сондай. Ешқандай не болған жоқ. Жақсы ауданнан келіп тұрмыз. 350 шақырым. Облыс бойынша бір стоға ғана. Бағалар 4 мың дейді, зейнеткерлерге қиын болады әрине. Біз жарайды шаруашылыққа атқан жігіттерміз. Сол дұрыс емес бір жерде істеп атқан. Әрбір жерде болса екен, очередь міне бір күнде өте алмасақ, бір жерде осында тұру керек. Ондай мүмкіндік әрқайсында жоқ. Сол жүру қиын ғой енді 350 шақырым. Енді бізге жасауларға болғанда қиын емес, сонда да алыстау. Ол облыс бойынша 350 шақырым жүрген бәріне де қолынан келмейді, дұрыс емес. Бұл нарықтағы бәсекелестіктің жоқтығынан туындап тұрған уақытша жағдай дейді мамандар. Егер техникалық бақылау орталықтарының саны артса, аталмыш мәселеде жөнге келеді деген болжам бар. Ең біріншіден айтатыным, бағаны қоятын кәсіпкер, ол бағаға біз кірісе алмаймыз. Екіншіден мына бүгінгі күні Ақмола облысынан жаңғыз центр болғаннан кейін сондай баға болып отыр деп ойлаймын. Осы айтып кеттім ғой, тағы ашылады. Сондықтан
конкуренция болғаннан кейін баға төмендейді. Қазіргі баға жаңғыз болғаннан кейін орталық, содан кейін мына енді кәсіпкер өз ақшаларын осы орталықты ашу үшін біраз ақша жұмсады. Енді соны қайтару мәселесін жасап жатыр. Осы жұмыстарды ұйымдастыруға жауапты мекеме өкілдері қазір техникалық бақылау орталықтарында көліктің кезекке тұруы жоқ дейді. Дегенмен мына көріністерге қарағанда еріксіз басқаша ой түйесіз. Жалпы ай сайын облысымыз бойынша тізімде тұрған 3000-ға жуық көлік тексерістен өтуі тиіс. Мұны ондағылар жоққа шығармайды. Техникалық бақылау орталығы бір жұмыс күнінде келесідей мөлшерде ғана көлікті тексерістен өткізеді. Бір күн ішінде шамамен 30 көлікті тексерістен өткіземіз. Оның 60% талапқа сай болса, қалған көліктерден кемшіліктер анықталып жатады. Ол негізінен тежеу және шамдарда болатын ақаулар. Осы қарқынмен жұмыс істейтін болса, бір айда 900 көлікті тексереді. Ал жүк көліктерін тексеретін жылжымалы кешен Бурабай ауданында жақын күндерде жұмысын бастайтын көрінеді. Қош, көш жүре түзелер деген ниетпен енді жаңа орталықтар қашан және қанша мөлшерде ашылатындығына тоқталсақ. Жоспарда тағы осы жартыжылдықта 6 центр ашылады. Осы 2 айдың ішінде наурызға дейін 2 центр ашылу қағаздар тапсырылды. Осылайша жыл соңына дейін облыс аумағындағы техникалық бақылау орталықтарының саны 14, одан кейінгі уақытта 20-ға жеткізілмек. Ал әзірге барды қанағат ете тұруға тура келеді. Ердәулет Байдуллаев, Виктор Полянный, Василий Бережников, Апта.